Екінші бөлім. Тура солдаттар сияқты барлығы түзеліп тұр. Аллам кешіре көр пенденді деп өз-өзімнен үрейлендім. Бәрінің көзінде еш жанары жоқ, жүректері тас болып қалғандай көрінді. Тозақ деген осы шығар деп ойладым. Мен осы тозаққа қалай келгенімді басынан баяндап берейін. Мен өз-өзімді керемет ақылды әйел деп айта алмаймын. Себебі мен бір пендемін ғой. Өмірде еркеде болып өспедім. Марқұм анам Құдай берді деген ұлынан басқа адамды жақсы көрген емес. Мені әкем ғана еркелетіп өсірді. Ол өлгенше мені сары қызым деп өтті. Сол әкеге ешбір жақсылығымды көрсетпедім. Ерте күйеуге шықтым, ерте ана болдым. Сол жетіспеушіліктің арқасында елден қалмайын деп тырбандап бала шағымды өзім бақтым. Ой, маған қызыл туып бердің жатырсың ғой деп не күйеуім, не ата-енем ежіреген емес. Мен өз күшімен бір туыстың үйіне бармай ұл қызымды бақтым. Ол кезде совет үкіметі еді. Балаларды детсад, одан оқу, өзімде жұмыс жасадым. Одан қалса сауда саттым. Сөйтіп жүргенінде ұлы Мұрат маған пышақ салды. Ол мен жүрегіме пышақ салды. Одан да аман есен қалдым. Сонда да кешірдім. Себебі ол мен ішімнен шыққан шұбар жылан еді ғой. Сөйтіп жүргенде мен ауылдан көштім. Алматыға келдім. Халық емшісі атандым. Елге танымал болдым. Мен екінші үй болам деген еркегім Советхан алқаш болып шықты. Ол кішкене қызыма көз салып, соны зорламақ болғанын естігенде мен адам баласына сыйлау дегеннен қалдым. Қатты қатыгез болдым. Оның да Құдай жазасын берсін деп жолымен жібердім. Ол марқұм қаңғып жүріп өмірден өтіпті. Содан мен қазіргі патшаммен таныстым. Шүкір Аллама деп өмір сүріп жаттық. Патшам өзін ғана емес, бүкіл үй үшін өрге сүйремек болды. Оны мен сорлы сүйдім. Жасаған жақсылығыңды бетке баса берме деп айтады кейде патшам. Ол да рас шығар. Бірақ мен сияқты ешкімде жанын тәнімен қиналған жоқ. Қиналғысы да келмеді. Бәрі үмітім патшама қасымда. Қайда кетеді? Кетейін десе де елден ұят, кете алмады. Сонда түсінгеніне рахмет. Сөйтіп өмір сүріп жаттық. Ақша деген адамды арбайды, алдайды, қанша тапсын да аз. Содан бір күні кездейсоқ полицияда жұмыс жасайтын полковникпен таныстым. Ол маған, сіз мен тәтем болыңыз, мен сізге ені болайын деп айтты. Ол кісіге мен адамдар тауып беріп жүрдім. Ол берген ақшаға жұмыстарын бітіріп беріп жүрді. Басында бәрі жақсы болды. Бәрі жұмыс жақсы. Ол да, ел де, мен де риза болдық. Кейін ол көп адам келген сайын ақшаны алып отырды. Бірақ еш жұмыс жүрмеді. Ол менен қаша бастады. Адамдар маған ақша берген соң мені қуа бастады. Ол маған $200-500 дейін әр адамнан беріп тұрды. Содан бір күні мені полицияға апарды. Бәрі басталды. Полковник болса, маған еш адамнан ақша алмадым деп айтыңыз дейді. Мен болсам бәрі шындықты айтамын дедім. Содан бәрі шындық сотта да айтылды. Оның таныс тамырлары бар болып, ол көлеңкеде қала берді. Мен болсам сотталып кеттім. Міне тозаққа келдім. Бұл адамның соты, одан қорқар мен жоқпын. Алланың алдында бәрі шындықты айттым. Бала шағама келсек, олар да өз күйімен, өз өмірі үшін өмір сүріп жатыр. Сенің олар үшін отқа да суға да түскен бірақ күнде ұмытылып қалады екен. Өзіңді айыптап, сені қаралап шыға келеді екен. Алқаш, еш ақшасы жоқ аналар, балалары қандай жақсы көреді. Олар менен қарағанда бақытты жандар. Мен балаларыма ақшам болса ана керек екенді түсіндім. Сен ана күйеуіне айт, сол сені бақсын, сен сол үшін отырсын деп айтқанда қара жер неге қақ айырылып кетпейсің деп өксідім. Бала тумай кеткен аналар сендер бақыттысыңдар. Өйткені сендерге бала шағаларын ондай қатты сөз айтқан емес. Үлкен қызым да, ұлым да, Мұрат та, менің ақшам бар кезде ғана керек екенді осы түрмеге келгенде түсіндім. Қайтейін, аман болсын. Кенже қызым Сая мен үшін некесіз тапқан қыз еді. Сол қызым қайда барсам да артынан қалмай іздеумен болды. Аман болсын қарғам. Патшам, саған не айтайын? Дос дұшпанның алдында тоба етпе. Мен
қасына барармын. Мен де осы жерге түскеніне өкінбеймін. Бұл да менің өмірім. Қасымда қыздар да әркім өз ойымен, біреу ата-анасын сағынады, біреу баласын сағынады. Әйтеуір күнде өтіп жатыр. Мен болсам бірінші топ мүгедегімін, жұмыс жасамаймын. Әйтеуір отырамын, ел қатарлы асымды ішіп. Сайы келіп бір көңілімді көтеріп кетеді. Елдің қолда қарамаймын әйтеуір. Үкімет 3 уақыт тамағын береді. Үйдегідей қайдан болсын. Кейде ішеміз, көбіне үйден келгенді жейміз. Жанел деген қыздың аяғы ауыр. Ол қызға күн аралап күйеу келіп тұрады. Аман есен босанып алса екен. Біз бәріміз амнистияның болатын күтіп жүрміз. Отан соғысының 75 жылдығына болады деп естідік. Оны да бір Құдай біледі. Мен 1 жылым біткен, енді 2 жылым қалды. Толық отырамын ба? Әлде ерте патшамның жанына кетемін бе? Бір Алла біледі. Әйтеуір бесікте қалған балам жоқ. Жаным аман болса, бұл қиындықты да өтермін. Тек қана сотталды деген атақ жаман болмаса, бұда да өмір сүріп жатқан әйелдер бар. Көп жыл отырған әйелдер де бар. Алла жар болсын. Мені бұл жерде барлығы апашка деп атайды. Оған да Құдайға шүкір. Мен енді сіздерге Дина деген қыз туралы толығырақ айтып кетейін. Ол маған балам жасамаған жақсылықты жасады. Түрмеде де көп көмегі болды. Одан кейін үйінде тегін отырғызды. Ол үйде қазір патшам тұрады.